Қалайсыңдар? Бүгін 70-ші күн ба? 70-ші күнге келдік. Мана комментарий біреу жазып жүріпті. 68-ші күннің ой бітпей қалды ғой деп. Сосын біреу байқаймын деп ойлап отыр едім. Молодцы. Енді ол сол кездегі ой бізде қандай шешім қабылдау қалды ғой, да? Құрту или экономдау деген екі выбор болды. Енді қандай мен шешімге келдім? Мен осыған дейін экономдау деген принциппен келдім да, осы нәтижеге жетіп отырмын. Откладывать етіп отыру, оны барлығы жасап келе жатырмын. Енді мынандай бір не, бірақ мен когда алған кезде өзіме бірінші рационалды түрде ойлаймын, логикаға сүйенемін. Так, мынау маған нәрсе керек па? Мынау нәрсе керек па? Менде киім бар, зачем киім алуға деген сияқты оймен да. Солай уже меніңше киім жақсы киім. 3 жыл, 4 жыл стабильно минимум киім. Ол жыртылмайды, нетпейді, свежий болып тұрады, таңға атырып, достарым барлығы. Мынау қойшы, мынау 4 жыл болмайын деп, новый сияқты болып тұрады. Сондай бір қасиетім бар. Енді қара. Енді сондай шешім көп айтып кетті, что өзінің состояние көтеру үшін, өзінің тағамнан ішірдің ба, онда мияттаған іш деген сияқты. Өзінің состояниеде көтер. Обычный бір нәрсеге құртып жүрдің ба, ондаған құрт деген сияқты. И оның негізгі идеясы, мен былай ойлаймын. И ол шынымен солай да. Допустим, қара, саған неге олар құрт деп айтады? Неге олар 3000 теңгенің суын ал деп айтады? Не үшін? Да? По идее, логика сенсең, ол логика жоқ сияқты. Зачем сол су кранда ағып тұр? Бейіп тұр да. Бірақ сен сол 3000 теңгені 2-3 рет алғаннан кейін сол суды, саған 3000 теңге сол суға қымбат емес сияқты болып қалады. Сен 20 мың, 30 мың, 40 мың, 50 мың, 60 мыңға бір зат алсан, 1-2 рет алғаннан кейін саған ол нормально болып қалады уже. Просто сенің нормально деген суммаңның, нормально деген нәрсеңнің патологын көтеру үшін айтылады да ол нәрсе. Олар неге тағамнан емес, аяқтан тамақ жейді. Сен просто 1200 теңгеге тамақ жейтінен, да, нормально саған. Бірақ сен 3000-ға уже 3-4 рет тамақ жегеннен кейін, ол саған уже нормально болады, түсіндің ба? Сенің нормально деген нәрсеңді көтеру керек просто. Олар сол нәрсені үшін, олар көп құрту деген бе, сенің нормально деген нәрсең көтерілсін, сенің басыңдағы ол 3000 теңгеге қымбат қосу деген сияқты алып тастау үшін, сенің басыңдағы шектеулерді кеңейту үшін, рамканы созу үшін айтылады. Оның барлығы бүйтіп сырттан қарасаң, сен білмейсің ол система не үшін өйтіп айтылатыны. И ол дұрыс емес, сен не үшін екенін білгенін. Просто саған айтты ма жаса деп, сөйтіп жасау керек неге, сосын ба результатын көресің. И мен бірақ оны қателім, мен түсім қойдым не үшін екенін. Енді сонымен сол оймен жасап жатырмын. И шынымен біз қарап көрсем, осыған дейін біз вообще ресторанда, кафелерде тамақ жеген кезде біз бір айда бір рет класстастармен жиналған кезде то жейтін едік та, қазір почти аптасына бір 3 рет па 4 рет па жейміз. Это бізге нормально болып қалды уже. Біз байқамай қалдық қалай нормально болып кеткенін, сырттан тамақ жеу. Сол сияқты таксимен жүру, 7 күннің 5-еуі таксимен жүреміз. Это нормально болып қалды уже. Түсіндің ба? Саған нормально болып кетсе, сол нәрсе керек саған. Саған Каспий басында, Каспий емес такси саған қымбат деген нәрсе басынан кетіп қалу керек. Ол үшін не істейсің? Сен бірінші құртып көресің соны. Сосын саған ол нормально болады. Түсін ба? Баяғыда дефактордан келген едік, Зарадан келеміз. Зарадан кейін нормально уже, түсін ба? Сен нормальнын көтерген сайын, сен состояние көтеріле береді, сенің басындағы шектеу де көтеріле береді. Сен бір нәрсе қымбат болды ма, саған нормально болады уже. И біздің қазіргі миссиямыз нормально деген нәрсемізді, өзіміздің нормамызды көтеру. 68-ші күннің ойының жалғасы қорытындысы осы. Так что бір қарап көріңдер. И бұл жердегі мақсат нормально деген нәрсені көтеру. Кеттік. Bottles in a bucket full of ice. Yeah. Better make room, hit a Lambo. Celebrate. Better believe that I'm a sniper. Yeah. You know I'm about to take you.